Есік қоңырауы тағы да сайрады. Келіншек басын шайқап шегіншектей берді. Аздан соң басқышпен тырс-тырс етіп төмен түсіп бара жатқан аяқ дыбыс естілді. Кетті әйтеуір. Сіз сияқты саяхатшылар бұрын да келген, деп ойлады да ол орнына қайта келіп жатқан соң жайылып, жастық иіліп төсек болып көргенбіз. Бірақ соның бәрі де енді естелікке айналып, белгісіз бір тұңғиыққа сіңіп кеткен елестер сияқты. Ол өзінің неден, кімге жазықты болғанын түсіне алмай, расында да алыста ұмыт қылған аралдай жалғызсырады. Кенет оның көз алдына баяғыда осы аралға ынтығып, аңсап жетіп, жолы болмай, көңілі қайтқан бозбала саяхатшы оралды. Еш қулығы жоқ, тұп-тұнық көздері күлімдеп келіп, сол бұрынғы сүп сүйкімді түбіт мұрт бала қалпында ұяла үн қатып: Қалдыбек, екеуміз жатақханаларды әзер таптық. Никольскі базарының ар жағына бір шығамыз, бер жағына бір шығамыз. Сөйтсек, мына бұрыштағы тұр екен ғой? Иә, сабақ қалай? Студент болған қызықша, иә? Дейді, бұдан көз алмай сүйсіне қарап. Жүріңдер, киноға барайық. Қасындағы бірге жататын дос қыздарың да ертіп шық. Содан соң сендер ауылға қалай қайтасыңдар? Дейді, мектепте бір оқыған балалардың өзін іздеп келгеніне қуанып, жатақхананың алдында талшыбықтай майысып тұрған бұның көңілі алаңдап. Кинодан шыққанда кеш болып кетеді ғой, ал біздің жатақханаға түнде бөтен балаларды кіргізбейді. Жоқ, біз ертең қайтамыз. Бүгін осындағы бір туысқан ағайымыздікіне барамыз. Кейін білді, бұл қалада олардың ешқандай да туысқан ағайлары жоқ екен. Сол күні екеуі вокзалға түнеп шығыпты. Ал кинодан қайтып келе жатқанда құрбы қыздары бұларды әдейі бөлектеп оңаша қалдып кеткенді. Әттең, сендермен бірге студент бола алмағаныма өкінемін, деді ол бір түрлі мұңайып. Мені осы көктемде әскерге шақырып жатыр. Алдағы айда мамырда алып кетеді. Сосын ол қалт тоқтай қалып, мұның қолынан ақырын ғана батылсыздау ұстап тұрып, мектепте оқып жүрген кезде жақсы көретін, қазір де күндіз түні ойлап қатты сағынатын айтты. Күтесің бе мені? Деді даусы дірілдеп. Бұл да ұялшақ жас қыздарға тән әдеппен көзін төмен салып, сәл үнсіз тұрып, я деп сыбырлады. Ол кезде расында сол бір бозбала жігітті іштей ұнатушы еді. Бірақ күте алмады. Оның әскерден жазған сағынышқа толы хаттарын жиі алып тұрды. Әуелде өзі де жүрегі лүпілдеп, көзіне жас алып отырып жауап жазды. Дегенмен бірте-бірте мұндағы өмірдің қызығы, би кештеріндегі танысқан сері жігіттердің тәтті сөзі мен ыстық демі 18-ге жаңа толған бойжеткеннің кеудесіндегі алғашқы балаң махаббат отын үрлеп өшіріп, бас айналдыратындай сиқырлы да қараңғы дүниеге жетектеп алып кетті. Әскерден оралған соң сүйген қызынан салқын жауап алып, сол бір кинотеатрдың жанындағы саябақта темекісін тартып, үнсіз отырып қалған балаң жігітті бұл содан бері есіне алмағанды. Ол баяғы бір кезде көрген таныс сурет, қызық естелік сияқты болып қана қалған. Өз өмірінің өткен шағын ойлағанда, көбіне көп студенттік жылдарда өзін өкінішке қалып кеткен сұлу жігіттің бейнесі оралатын көз алдына. Ол сонау бір кезде гүлге оранып, құлпырып тұрған аралға келіп, біраз күн түнеріп, ұнатып, енді осында тіршілік жасап, мекендеп қалу үшін керек жарақтары мен жүктерін алып келуге кетіп, қайтып оралмай қалған опасыз саяхатшыға ұқсайтынды. Одан кейін де жаздағы демалушылар секілді уақытша келіп, қызықтап көргендер болған. Бірақ бүгін арада ұзақ жыл өткенде солардың бәрінің ниеті бұзық, қара ниет, қарақшылар екен, ал бұл аралға шын ниетмен, ақ адал көңілмен келген тұңғыш саяхатшы өзі екен анықтай, айқын сезіндіріп, сол бір балаң жігіттің бейнесі келіп тұрғандай. Терезеден аңғарындап ақтан таң белгісі біліне бастады.
Түні бойы көз ілмеген келіншектің жанарынан мөлдіреп бір тамшы жас үзіліп түсті.